Ескі мектептің күзетшісі Омар аға түнгі ауысымға шыққанда үнемі бір түрлі дыбыстар естейтін. Бұл мектеп бұрыннан бері түрлі оқиғалармен аты шыққан болатын. Бір оқушы із-түзсіз жоғалып кеткен. Ал бір мұғалімнің кенеттен жүрегі тоқтап, ол енді жоқ болды. Бірақ бұл жай ғана ел аузындағы әңгімелер болар деп Омар аға мән бермеуге тырысатын. Бір күні түнде ол дәлізді тексеріп жүргенде бір сыныптың есігі сәл ашық тұрғанын байқады. Шәкірттер тағы да ұмытып кеткен ғой деп күбірлеп есікті жабуға жақындады. Сол сәтте іштен бірдеңенің қозғалғаны сезілді. Дәл терезе жанында әлдекім тұрды. Омар аға фонарын жаққанда қараңғы бұрыштан бір баланың бейнесін көрді. Бірақ оның жүзі бұлыңғыр, көзі терең қараңғылыққа толы болатын. «Сен кімсің?» деп сұрады күзетші. Бірақ еш жауап болмады. Омар аға жақындай бергенде бала кенеттен жоқ болып кетті. Оның орнына тақтаның үстінде қанмен жазылған сөздер пайда болды. «Оны қайтар». Қатты шошып кеткен Омар аға дәлізге жүгіріп шықты. Осы сәтте мектептің ішін үрейлі сыбырлар мен ауыр дем алу дыбыстары кернеді. Радио дыбыстардан әлдебір қыздың жылаған даусы шығып тұрды. Қатты шошып кеткен Омар аға не істерін білмеді. Мектептің ескі мұрағаттарын қарап бірнеше жыл бұрын жоғалып кеткен баланың оқиғасын тапты. Ол дәл осы кабинетте соңғы рет көрінген екен. Кейіннен бұл сынып жабылып қайта пайдаланылмады. Енді Омар ағаның алдында бір ғана сұрақ тұрды. Ол кім және ол қазір қайда?